Бізді түрлі заттар қоршайды. Олардың өз температурасы болады. Температура жоғары және төмен болуы мүмкін. Температураны анықтау үшін арнайы аспап термометр қолданады. Термометрдің құрылысына назар аудар. Ол шыны түтікше мен шкаладан тұрады. Термометр негізінен сынаппен немесе бойлаған сұйықтықпен толтырылады. Суретте көріп тұрғандарыңыздай, термометрдің әртүрлісі болады. Судың температурасын өлшейтін термометр, адамның температурасын өлшейтін термометр және ауаның температурасын өлшейтін термометр. Температураны Цельсий шкаласы бойынша өлшейді. Цельсий шкаласы бойынша судың қату температурасы 0 градусқа, ал қайнау температурасы 100 градусқа сәйкес келеді. Қызық дерекке мән берейік. Галилео Галилей термометрді жасаған алғашқы өнертапқыш. Оның 1597 жылы жасаған су термометрі қазіргі термометрге өте ұқсайды. Температураны өлшеу өте маңызды болуы мүмкін кей жағдайларда. Өйткені адамның температурасы көтерілетін болса, ол адамды дереу дәрігерге көрсету қажет болады. Дені сау адамның дене температурасы тәулік ішінде 35,5 градустан 36 градусқа дейін ауытқып отырады. Бүгінгі температура жайлы ақпарат ұнаған болса, арнаға қосылып, лүпіл қалдырып, пікір жаза отырыңыз.